сұлулығын асырған бұрымдымын. Қараңыз, ата әлемнің құдіретін, қызы келіп ибамен бүгілетін, сәукеле іс базарлық тілекпенен тек анасының қолымен тігілетін. Бұлаңдаса қос бұрым қына берде, о шіркін, қыз келбетін сұрай көрме. Елдің көркі қыз дейді, біздің қазақ, қазынасы. Келіңіздер ортаға ұялмай? Үкі тағып жатыр. Сіздерге де шығысты болсын. Тағы да бар болса келіңіздер, ұялмай қысылмай, ортаға келсеңіздер бол. Сыздап, қанша жерден қимағанмен қыз баласы жан жұрттық боп жаралған соң, уақыты келгенде өз ұясынан қалықтап шығуы өмір заңдылығы. Қыз баласы 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп мұздай бесік таянған. Түн ұйқысын 4 бөліп мәпелеп өсірген аяулы анасына әрінде жақын болады. Анамыз қызының сәукелесін кигізді, енді маңдайынан сүйіп шығарып салса, қошеметтеріңіз болсын. Қыздарыңыздың барған жерде баға шықсын, тастай батып, судай сіңсін деген ниетпен ақ жолына әулетіміздің үлкені Абдыраш атамыздан бата сұраймыз. Абдыраш атасы, қызыңыздың жолына қатарыңыз беріңіз. Қыздарыңыз жолын білмейіңіздер. Қазір Абдыраш атасы бата беріңізші. Қанекей? Қызымыз мынау кетіп баратқан жолың ақ болсын, барған босағаңда бақытты болып, ата-анаңды қуантып, үлкенге мінез көрсетпей, жақсы атақты келін болуыңа тілектеспін. Сол үшін аумин. Әумин айтқаныңыз келсін. Қимайды, ұзатқан жан қыз баласын. Жан жүйем қалай ғана сыздамасын. Құдалар, алақанға салып бердік. Жүректің жұлып алып, бір парасын. Ендеше, қыздарыңыздың жолын бүгіне ақ жолдың бойымен су айтып шығарып салсақ. Ақ жолды бастауларыңызды сұраймыз. Қыздарыңыздың жолын бүгініздер.